Мен бір естіген әңгімемді айтып берейін. Маған бұны үлкен әжем айтқан. Бір жылдары ер адамдарды соғысқа алып кеткен басқа елге. Сөйтіп сол соғыста бір аяғы жараланып, бір аяғы жоқ яғни. Бір кісі елге қайтқан екен. Сол кісі келген соң ауылдың адамдары жиналып жағдайын сұрау үшін барған. Сөйтіп әңгіме айтып отырып, жараланып келген кісі қасында отырған өзі секілді бір аяғы жоқ әжені байқаған. Ол кісіден сіз неден аяғыңыздан айырылдыңыз, нендей жағдай болды деп сұрапты. Ол кісінің оқиғасы былай болған. Жас күнінде ауылдың шет жағында қой бағып жүргенде, ауылдан аузынан ақ кебіт атқан. Былайша айтқанда құтырған түйе шығып, артынан қуыпты. Сөйтіп бұл кісі сол түйеден қашып, кеш батқан кезде молаға кіріп кетіпті. Моланың ішіне кіре салып бір шұңқырға құлай кетіпті. Сөйтіп көзін ашса тас қараңғы жер. Сосын біраз уақыттан соң бір жарқырау қоңыз секілді бірдеңе ызыңдап ұшқан екен. Сол жарығының арқасында өзіне қарама-қарсы отырған, шашы жайылған бір қорқынышты әйелді көреді. Ол жаңағы ызыңдап жүрген қоңызды ұзын тілмен алып жеп қояды. Сонда бұл кісі қорқып кетіп бір аяғын тартып қалғанда, жаңағы әйел аяғына жабыса кеткен екен. Солай есінен айырылып қалыпты. Сөйтіп бұл кісіні ауыл болып 3-4 күн іздеп табады екен. Есінен айырылған адамша қыз қатты қорқып қалған, және бір аяғы сал болып қалыпты. Сөйтіп ата-анасы бүкіл емшіге апарып емдей алмапты. Солай бір жақсы молдаға барады екен. Сол кісі дем салып, бар жағдайды айтады. Аяқты кесу керек, денеге тарап жатыр депті. Сонда кісі сұрапты, не жағдай, бұл қызға не болған деп. Бұл қыз адам көмілген қабірге түсіп кеткен екен. Бұнда жерленген адам көп артық сөйлемейтін, тілі жаман адам болған екен. Соның кесірінен қыз бір аяғынан айырылған. Осыдан шыққан түйін, он бәленің 9-ы тілден, тілге абай болу керек. 2010 жыл. Әлем бойынша чемпионат футболдан. Түнде соңғы матчты атаммен бірге ауылда отырып көрдім. Атам бірақ орта жағында ұйықтап қалды. Ал үлкен ағам болса басын көріп жүріп өз бөлмесіне кетіп қалған болатын. Содан матч біткен соң телевизорды өшіріп, залға барып жатып қалдым. Ал залдың ортасында үлкен үстел бар еді. Мен сол үстел жанына көрпе жайып жата қалғанмын. Ал аяқ жағымда ағам жатқан бөлме есігі жабық тұр. Бөлме есігі әйнек. Сол ұйықтайын деп қарап жатқанмын. Көзім қалқып бір қарап қалғанымда жаңағы есіктен біреу ана жаққа қарай, солға қарай өтеді. Ал негізінде ол бөлмеде сол жағында сандық, оң жағында шкаф болатын. Мен соны көріп қорқып кеттім. Содан басымды көтерейін десем денемді сезбеймін. Үстел жаққа қарасам біреудің денесін көріп тұрмын. Көзімнің қиығымен жаңағы қап-қара денеге қарап жатырмын. Көзімді ашып жұмсам маған еңкейіп қарап тұр. Мүлдем қозғала алмаймын. Дауысым шықпайды. 10-15 минут арпалысып кәлимамды әрең айттым. Тере бұрқ етіп ұйықтап қалдым. Таңертең бауырыма айтсам мен ұйықтадым, ештеңе сезбедім деп тұр. Ал үйдегі үлкен жеңгеме айтсам ондай болып тұрады. Менің артымнан біреу жүрген сияқты сезініп жүрем. Үйреніп қалдым деген. Менің өмірімде болған оқиға. Жаздың бір күнінде өзім жұмыстан шығып үйге бара жатырмын. Ойымда еш нәрсе жоқ. Құлағымда наушник, жұмыстан шаршап үйге асығыс жүріп бара жатырмын. Ол кезде шамамен сағат түнгі 1-лерде. Сосын көше бойымен кетіп бара жатырып, жолдағы көліктер аз. Бір кезде наушнигімдегі музыка өшіп қалды. Соны қосу үшін телефоныма сәл қарап жолдың шетінде тұрып қалдым. Музыкамды қосып алдыма қарасам, бір аппақ хиджаб киген қыз маған қарай келе жатыр екен. Енді ойымда ештеңе жоқ. Ол қыздың қасына өтейін деп кетіп бара жатырмын. Кейін ана қызға қарасам, маған қарап күліп келе жатыр екен. Мен ойладым, неге олай жасап келе жатыр екен деп. Сосын ана қызға өтіп кетіп сәл жүріп қарасам, ана қыз маған акробатический мостикпен қарап күліп тұр. Жүрегім аузыма келіп, тілімді кәлимаға келтіре ала алмай. Алдыма қарап тез кетіп қалдым да, үйге асығып сәл алысқа кеткен соң, ана қыз одан әрі қарай кетіп бара жатыр. Мен телефонымды түсіріп алып үйге барып жаңағы видеоны қорқып тұрсам да көргім келіп, көрсем, ол қыз видеода жоқ. Сол түні тілімді кәлимаға келтіріп, ұйықтай алмай жаттым.